Баршаларыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сірке суы мен құмырсқа мен шыбыннан қалай оңай құтылу керегін көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгінде сірке суын тек аспаздық мақсатта қолданылмайды. Сірке суының үй жағдайында тигізетін пайдасы көп екенін бірі білсе, бірі білмейді. Жаз мезгілінде күн ысығанда шыбын да көбейеді. Үйге шыбын кірмеу үшін сірке суын шүберекке тамызып, терезенің жан-жағын, осындай жиһаздардың шет-шетін, есіктердің жан-жағын, шыбын қонатын жерлерді сүртіп қоямыз. Сірке суының иісі қатты болғандықтан үйге терезеден шыбын, маса кірмейтін болады, көбелектер, яғни. Енді құмырсқадан құтылу үшін де осы әдіс жақсы көмектеседі. Құмырсқа шығады деген жерлерді осы сірке суы қосылған шүберекпен сүртіп қоясыз. Болған соң есік терезені ашып, үйге таза ауа кіргізіп алыңыздар. Бұдан кейін үйге біраз уақытқа дейін шыбын, маса, көбелек кірмейтін болады, және де құмырсқа да келмейтін болады. Және де сірке суы қосылған сумен кілемді сүртсе, оның түрі ашылып, бояу жарқырайды. Айна, терезе қатты ластанған болса, оны жылы суға қосылған сірке суы әп-сәтте кетіреді. Жиһаздар, есік, терезе және басқа да үйдегі заттар майланып, кір болған кезде, оны сірке суымен тазалау арқылы оларды жарқыратасыз. Ванна мен раковинадағы сары дақтарды қалай кетіруді ойлап жүрген болсаңыз, онда сізге сірке суы көмекке келеді. Сірке суына аздаған тұзды қосып, қыздырып алған соң, оларды жақсылап жуып тастау қажет. Үтіктегі қатып қалған сары дақтарды сірке суына батырылған шүберекпен тазалай аласыз. Сірке суына мүсәтір спиртін қоссаңыз да болады. Ал достар, видео ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.